Мына көріп тұрғандарыңыз ыстық термалды сулар деп аталады. Ысықкөлде бұл жерге өте көп адам келеді. Көрдіңіздер, мінекей. Ералы жүзіп жүр. Су ыстық, мінекей. Көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде 3 тоған бар. Үшеуінің температурасы 3 түрлі. Ең салыстырмалы түрде салқыны мынау. Одан кейінгісі осы. Ал ең ыстығына келер болсақ, өздеріңіз байқаған шығарсыздар, бұл жерде адам өте аз. Бұл ең ыстық термалды қайнар көз болып есептеледі. Барлығы судың астынан шығып жатыр. Мінекей, тағы да бір селфи жасалып жатыр мұнда. Табиғаттың кереметі осы. Ең ыстығына түсуге аса бата алмаймыз. Оңтүстік Қазақстан облысының баспасөз қызметі не істеп жүр? Демалып жүр. Жүрген сол ыстық суға түсіп. Керемет. Ар жағында бір бикеш отыр. Күлімсіреп. Ыстықкөлде ыстық суға түсіп. Ыстығын-ай дейді. Ыстық болса жан қинап, не керегі бар ол? Не керегі бар? Селфи түсу үшін адамдар не істемейді? Ыстық суға да түседі, көрдің ба? Бірақ суретте оның ыстық екені көрінбейді ғой. Ана судың астына түсіре ма? Тоған алған ма? Міне көріп тұрсыздар, адам өте көп. Бірақ баспасөз қызметі осында. Бірақ басшылары қайда екен? Судан қорқып отыр ма? Судың астынан көр, судың астына қалай көрген? Ал давай. Не надо было. Міне Қазақ ұлттық университетінің профессорлары осында суға түсіп жүр. Суға түсіп жүр. Мінекей. Суға да суретке де түсіріп жатыр, мінекей. Керемет. Кәні. Мынау көрінбесін, мынау. Неке әуесбайлар әулеті. Баласы екеуі махаббат болып жатыр.